Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай дәмді қуырыс дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз осындай үлкен шұңғылдау кесеге бөлме температурасындағы айранымызды құйып, ас содасын қасықтың ұшымен шамалы саламыз. Біздің айранымыз содадан кейін осылай көпіреді, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне достар, біз 5-10 минуттан кейін айранымызға бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін әркім өз қалауынша қант қосуға болады. Мысалы, мен 3 қасық қостым. Сіздер тәтті қылғыларыңыз келсе, одан да көп қасық қосуға болады. Біз қамырымызды илеу үшін бөлек ыдыс алып, оған айранымызды құямыз. Және де үстінен ұнымызды себелеп отырып, жақсылап араластырып, өте жұмсақ етіп илеп шығамыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз осылай өте жұмсақ болып шығуы керек. Және де қамырымыздың жақсылап ие қану үшін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осылайша біздің қамырымыз дайын. Келесі кезекте біз қамырымызды қатты жұқа қылмай жайып шығамыз. Мінекей достар, біз осылайша қамырымызды теп-тегіс етіп, асықпай жаямыз. Мінекей осылайша қамырымызды жайып болдық. Енді қамырымызды біркелкі етіп кесіп шығамыз. Қамырымызды осылай кесіп дайындап аламыз. Негізінде әркім әртүрлі дайындайды, бірақ та мен осылай дайындағанды жақсы көремін. Тез әрі оңай, асыққанда өте жақсы. Мінекей біз қамырымызды кесіп дайындап алдық, және де видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Содан кейін біз қуырысымызды дайындап бастаймыз. Осылайша қуырыстарымызды жасап дайындап қоямыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бір кесе айраннан біраз қуырыс жасап шығуға болады. Біз осылай қуырысымызды дайындап жасағанша майымызды қыздыруға қоямыз. Және де біздің қуырысымыз екі жағы қызарғанша майға пісіреміз.